Кім күшті ертегісі? Ерте екен, ешкі жүні бөртекен. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен. Қырғауылы қырқылдап, жалтыр мұзға сыртылдап, алшая келіп қоныпты, құл ат мұзда жатыпты. Қисая жатып қырғауыл сонда мұздан сұрапты: Мұз, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, бауырымды жаңбырға кестірмес едім. Жаңбыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, жерге жұтқызар ма едім. Жер, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шөпке бауырымды жардырмас едім. Шөп, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, тоқты мойнымнан жұлқымас еді. Тоқты, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, көк шұнақ қасқырға құйрығымды жұлқытпас едім. Қасқыр, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, мылтыққа құйрығымды ойдырмас едім. Мылтық, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, тышқанға білтемді қидырмас едім. Тышқан, сен неден күшті болдың? Мен күшті болсам, құмырсқаға інімді алдырмас едім. Құмырсқа, сен неден күшті болдың? 6 батпан ауырды арқалаған күштімін. 7 батпан ауырды желкелеген күштімін, деген екен құмырсқа.